Сәлем достар, менің атым Айнұр. Көпшіліктің көзінде мен қарапайым ғана әйелмін, бірақ ешкім ішімдегі дауылды көре алмайды. Сырттай қарағанда сабырлы, тыныш адам болып көрінемін, алайда ішімде әр сәт сайын бір нәрсе өзгеріп жатады. Бейне бір жел соғып тұрғандай Асан мен көп жылдан бері танитын адам. Соншалықты таныс, сенімді жан еді. Бірақ бір күні бәрі өзгере бастады. Бастапқыда бұл жай ғана кішкентай өзгеріс секілді еді. Оның бір қарасы, бір жымиысы, бәрі тек қарапайым қызығушылықтай көрінді. Бірақ уақыт өте келе бұл сезім мүлде басқа сипат ала бастады. Асанның маған қарасы, даусындағы әуез бәрі өзгеріп кетті. Бір кеште әкем сапарда болып, үйде жалғыз қалған едім. Асан да өз шаруаларымен бір жаққа кетіп бара жатқан. Бірақ кейін бір затын ұмытып кеткендіктен қайта оралды. Мен есікті ашып, оны ішке кіргізген сәтте сол бір мезеттің атмосферасы мүлде бөлек еді. Оның көздері сөзінен де артық нәрсені айтып тұрғандай болды. Арамыздағы қашықтық біртіндеп азая түсті. Бірақ сол сәттегі сезім маған бейтаныс еді. Не боларын білмедік, бірақ сезімдеріміз тым терең болатын. Біз сөйлеспесек те, көзқарастарымыз бәрін айтып тұрды. Бір-бірімізге жақындадық, бірақ ештеңе деместен үнсіз қалдық. Сол сәтте ішімде өзгеше бір сезім оянды. Оның не екенін түсінбедім, бірақ жүрегім бәрі мүлде басқаша болатынын сездірді. Шын мәнінде, біз ешқашан ашық сөйлеспесек те, әрбір көзқарастың астарында бір мән бар еді. Мен оны сол сәтте анық сездім, бір нәрсе өзгерді. Кенеттен бәрін үнсіздік басты. Сол тыныштықтың ішінде өз сезімімді басуға тырыстым. Асан көзіме қарап тұрды да, ештеңе айтпастан, ұзақ үнсіз өткен бір сағаттан кейін үйден шығып кетті. Бірнеше күннен кейін Асанның дауысы қайтадан құлағымда жаңғырды. Телефон шырылдағанда біраз ойланып бар көтердім. Оның дауысы әдеттегідей сабырлы әрі терең еді. Жалғызсың ба? Деп сұрады. Бұл жай ғана сұрақ сияқты көрінгенімен, сол сәтте ол маған басқа мағына берді. Даусындағы тереңдік жүрегімді тездетіп жіберді. Иә, жалғызбын дедім. Оның даусын есту ішімдегі бос кеңістікті бір сәтке толтырғандай болды. Бірақ не айтарымды білмедім. Онда сөйлесейік деді ол. Бұрынғыдан да жақынырақ үнмен. Сол сәтте біз физикалық тұрғыдан алшақ болсақ та, дауыстың әсерімен бір-бірімізге жақындай түскендей болдық. Сөйлескен сайын бір-біріміздің өмірімізге тереңірек бойлай бастадық. Көзіміз бірін-бірі көрмесе де, тек дауыс арқылы ерекше байланыс орнады. Кейде телефонмен, кейде мүмкіндік болғанда жүзбе-жүз кездесіп жүрдік. Уақыт өте келе, тіпті телефон арқылы сөйлесудің өзі де жақындық сезімін сыйлай бастады. Асан кейде тым жақын, кейде алыс сияқты сезілетін. Бірақ сол сәттерде арадағы қашықтық жоғалып кететіндей еді. Біз кейде телефонда, кейде кездесіп сөйлесіп жүрдік. Әрбір әңгіме арамыздағы байланысты одан әрі тереңдете түсті, бірақ біз әрдайым бір қадам артта қалып, ешқашан шектен аспадық. Бұл сіздерге оғаш көрінуі мүмкін, бірақ кейде сезімді сөзбен жеткізу қиын болады. Дегенмен бұл қате емес еді. Бұл сезім менің ішкі әлеміме де терең әсер етті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Иә, достар, осымен бүгінгі видеомыздың соңы. Видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.